Бүгінде жалақы, зейнетақы мен шәкіртақы барлығы аядай ғана пластик картаның есебіне түсіп отырады. Сол себепті қалың әмиянның өзіне сыймаған ақшаңызды картаға қорықпай сақтай бересіз. Көлемі 54,86 мм болатын картамен төлем жүргізу, есеп айырысу, банкоматтан ақша алу жаңалық емес. Есесіне көп адам мән бере бермейтін бірнеше дүниелер бар. Мәселен, картадағы көп сандар мен виза, мастеркард сынды жазулар. Бұларда жатқан қандай құпия бар? Жеті күннің кезекті шығарылымы картаның сипатына арналады. Әлемдегі ең танымал төлем жүйелері виза және мастеркард. Виза төлем жүйесінің 3 түрлі карталары болады. Виза электроник, виза классик, виза голд немесе платинум. Ал мастеркард төлем жүйелерінің карталары маэстро, мастеркард анембосед, мастеркард стандарт, мастеркард электроник, мастеркард голд немесе платинум болып бөлінеді. Ендігі кезекте картаны қолға алған сәтте көзге түсетін көп санның не мағына беретіндігін талқыға салып көрейік. Әдетте карта нөмірі 4-4-тен бөлінген 16 саннан құралады. Менің жағдайымда картам 4-тен басталған. Яғни сіздің де картаңыз 4-тен басталса, демек оны қаржы мекемесі берді деген сөз. Сондай-ақ 4 виза халықаралық төлем жүйесіне тән. Егер картаңыздың нөмірі 1 немесе 2-ден басталса, әуе компаниясы, 3-тен басталса, саяхат немесе ойын-сауық, сонымен бірге American Express төлем жүйесі, 4-тен басталса, виза, 5-тен басталса, мастеркард, 6-дан басталса, сауда орындары, 7 отын энергетикалық корпорациялар, 8 телекоммуникациялық мекемелер және 9 мемлекеттік органдар ұсынған карталар деген сөз. Одан кейінгі 3 сан менің жағдайымда 107, ол банктың нөмірін көрсетеді. 5 және 6 сандар болса, картаның типі мен банк туралы қосымша ақпараттар береді. Осы сандар бірлесе отырып, BIN немесе банктың идентификациялық нөмірін құрайды. 7 және 8 сандар картаның шығарылған бағдарламасын айқындайды. Осы 7 саннан бастап 15 санға дейінгі аралықта барлық құпия ақпараттар сақталады. Бұл сандар арнайы алгоритм арқылы жасалады, яғни осы сандардың нұсқасы әлемнің барлық тұрғындарының санынан бірнеше есе көп. Сол себепті екі бірдей нөмірдің болуы мүмкін емес. Енді соңғы сан, бұны тексеруші сан десе болады. Яғни осыған дейінгі 15 санды қолдана отырып, қандай да бір математикалық амалды іске асырып есептеледі. Есеп дұрыс шықса, демек сіздің нөміріңіз қайталанбайды дегенді куәландырады. Карта туралы барлық құпия мәліметтер негізінен осы сандарда жасырылады, бірақ бұдан бөлек те карта бетінде бірнеше символдар бар. Мәселен, жоғарғы бір ұшында картаны шығарған мекеменің атауы және оның логотипі жүреді. Одан кейін карта нөмірінің астында қолданыс мерзімі. Осы жарамдылық мерзіміне өте мұқият болған жөн. Себебі қолданыс мерзімі біткен соң банк автоматты түрде картаны қолданыстан шығарады. Яғни бұл жерде бірінші тұрғаны ол картаның берілген күні, екіншісі оның қолданыстан шығатын күні. Әдетте картаның жарамдылық мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Оның астында карта иесінің аты жөні, ол латын әріптерімен жазылады. Егер сіздің тегіңіз өте ұзақ болатын болса, оның бірінші әрпі ғана берілуі мүмкін. Енді картаның келесі бетіне көз салып көрейік. Мұнда магнит жолақ бар, ол қара түсті болады. Бұл неге керек десеңіз, төлем терминалдары арқылы есеп айырысар сәтте қажет болады. Және соның астында карта иесінің қолы қойылатын орын бар, және дәл соның тұсында 4 саннан тұратын нөмір болады. Ол алдыңғы жақтағы нөмірмен сәйкес келуі керек. Сәйкес келеді. Және одан кейінгі 3 сан. Ол CVV код деп аталады. Көбіне интернет арқылы есеп айырысар сәтте қажет болады. Бір айта кетерлігі, ол бір карталарда болмауы да мүмкін. Және соңғысы банктың мекен-жайы және байланыс телефондары. Яғни осы картаға қатысты қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда, сіз аталған жерлерге хабарласып, мәселеңізді шеше аласыз. Картаның сипаты туралы шағын шолуымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.